Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының Detox Flora өнімі жайлы болады. Оның құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және қандай қарсы көрсеткіштер бары. Сонымен қатар ішек микрофлорасы дегеніміз не, ол қай кезде ол бұзылады, және оны қалай қалпына келтіреміз, және оның қызметіне қандай пайдасы бар. Ішек микрофлорасының бүгінгі біздің тақырып болса, бүгінгі айтайын деп жатқан өніміміз Detox Flora бұл NL компаниясының өнімі болып табылады. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл адамның ішегіндегі микрофлораны өсіреді, адамның ішегінің жұмысын реттейді. Соның нәтижесінде адамның денесінде пайдалы заттардың сіңірілуі жақсарады деп айтады. Сонымен NL компаниясының өнімін айтпас бұрын, бұл бірінші ішек микрофлорасы дегенімізде соған тоқтап кетейік, түсінікті болу үшін. Ішектің микрофлорасы бұл тек қана ішекте емес, адамның барлық денесінің барлық бөлігінде микробтар орналасады. Ол бізге пайдалы микробтар, соның көп бөлігі ішекте болады. Ішекте әсіресе тоқ ішекте көп болады, одан кейін ішектің өзінде болады, аш ішекте. Оның қызметі қандай? Бұның қызметі өте көп. Егер ішек микрофлора болмаса, адам өмір сүре алмайды. Неге? Біріншіден бұл тамақтың қорытылуына әсер етеді. Адамның денесіне түсетін белок, май, бұл белгілі бір тамақ, белгілі бір бөлікке дейін ыдырау керек. Өйткені ыдырамаса, ол ішек арқылы қанға сіңбейді. Қанда мен ішектің арасында өте майды тесіктер болады, сол арқылы бұл тамақ қанға өту керек. Сондықтан ол қанға өту үшін ол белгілі бір мөлшерге дейін ыдырау керек. Сондықтан микробтар ол сол түскен тамағымызды ыдыратады. Бұл бір жағдай, бұл былайша айтқанда тамаққа қорытуға әсер етеді бактериялар. Екіншісі зат алмасу. Зат алмасу дегеніміз бұл бүкіл денеде жүретін зат алмасу процестері. Адамның денесіндегі түскен тамағымызды ыдырап, энергияға құрылыс материалы ретінде болмаса запасқа жиналуы, оның денеден қайтып шығуы, осының бәрін зат алмасу процесі дейді. Оның бәрі клеткаларда жүреді. Соған қатысатын ферменттер, соған қатысатын витаминдер сол ішектегі микрофлораның арқасында жүреді. Егер микрофлора болмаса, витамин, ферменттер пайда болмайды. Сондықтан бұл зат алмасу процесіне қатысады. Екінші жұмыс, үшіншісі барьерный функция деген бар. Барьерный функция бұл қорғаныш функциясы. Бұл адамның ішегінің бойында биопленка деген пайда болады. Биопленка дегеніміз бұл кәдімгі пайдалы микробтардан құрылған сондай бір пленка. Бұл ішектің ішкі бөлігінде орналасады. Ол не үшін керек? Бұл ішек арқылы қанға патогенный дейді, условно патогенный микрофлора деген бар. Қауіп бізге зиянды микробтардың қанға өтіп кетпеуіне кедергі жасайды. Былайша айтқанда соны ұстап қалады олар. Микрофлора, патогенный микрофлоралар ішекте пайда бола алмай қалады. Өйткені барлық жерде полезный, бізге пайдалы микробтар орналасқан, солар бір-бірімен қатар орналасады да биопленка пайда болады. Бір сөзбен айтқанда, бізге зиянды микробтардың өсуіне кедергі жасайды. Бұл сондай қорғаныш қызметі. Одан кейін өте үлкен бір қызметі бұл иммундық. Иммундық адамның иммунитетіне жауап береді. Білесіздер, иммундық клеткалар, лимфоидный клетка деген бар. Сол клеткалар 80% осы ішекте орналасады. Одан кейін иммундық тканьдер деген бар. Оның 25% ішекте орналасады. Былайша айтқанда, ішек біз өте бір үлкен иммундық орган болып табылады. Бұл сонымен қатар микробтар адамның денесіне иммуноглобулин А деген бар. Соның синтезіне қатысады. Одан кейін фагоцитный клетка деген бар. Адамның денесіне рак клеткаларын болмаса, денеге түскен микробтарды жеп қоятын сондай бір функция бар. Фагоцитный деген клеткалар бар. Болады сондай. Сол клеткалардың жұмысын осы микробтар синтезіне қатысады. Осындай қызметтері бар. Сонымен бұл қай кезде микробтар іштегі микрофлора қай кезде бізде зақымдалады. Бұл біріншіден ретсіз тамақ ішкен кезде, тамақтың құрамында өте көп қант болғанда, рафинированный қант қосылған, көп мөлшерде қант қосылған тамақ болатын болса, бұл фастфудтар түсінікті да. Одан кейін спирттік сусындар, газдалған өте шырын, көп қант қосылған шырынды сусындар, осылардың бәрі ішектің микрофлорасына кері әсер етеді. Бұл бір жағдай. Темекі шегу, одан кейін стресс, физикалық жүйке жүйесінің болмаса ауыр жұмыс істеген кезде адамның шаршауы тоже адамның микрофлорасын бұзылуына алып келеді. Сонымен ретсіз антибиотиктерді қолдану, білесіздер, қазір соңғы кездерде антибиотиктер өте ретсіз өздері барып адамдар сатып алып, керек па керек емес па ретсіз қолдану көбейіп кетті. Даже грипппен ауырған кезде адамдар, бұл вирусный инфекция болса да, адамдар антибиотик қолдана бастайды. Хотя вирусқа ешқандай антибиотик көмектеспейді, но бірақ енді адамдардың қазір қорқып қалғаны бар, басқасы бар.
одан кейін провизор фармацевттер арқылы адамдар өздеріне өзі былайша самолечениемен айналысып жатыр. Бұл антибиотикті ретсіз қолдану тоже ішек микрофлорасына кері әсер етеді. Конечно, антибиотикті ретсіз қолдану тек қана микрофлора емес, жалпы организмге кері әсер етеді. Сондықтан антибиотик қолданбас бұрын 3 рет ойлану керек, алдымен керек па керек емес па, және дәрігерлердің консультациясы керек. Просто бұл тақырыпқа сай келмесе де айта кетейін, өйткені өзім аптекада барған кезде байқаймын, өте көп антибиотиктер сатылады, өте көп антибиотиктер ретсіз қолданады. Осындай жағдай, сол антибиотиктер микрофлораға кері әсер етеді. Одан кейін бытовая химия дейді, промышленный химия дейді, судың заттың химиялық қалдықтармен ластанған кезде су, ауа. Одан кейін біз көп қолданатын моющие средстволар бар, феррий сияқты, солардың бәрі бізге кері әсер етеді ішек микрофлорасына. Осындай факторлар бар ішектің микрофлорасына зақымдайтын. Одан кейін бұл ауытқу дисбиоз немесе дисбактериоз деп аталады. Соңғы кезде дисбиоз деп аталып жүр бұл ішектің микрофлорасының бұзылуы. Бұл неге алып келеді? Бұл іштің кебуі, іштің қайта қатып қалуы, бұл сондай болуы мүмкін. Одан кейін денеде әртүрлі қышымалардың пайда болуы, адамның иммунитетінің жалпы төмендеуі. Осындай бір өзгерістерге алып келеді. Осы жағдай енді біз не істеуіміз керек? Біріншіден темекі шегу, арақ ішуді тоқтату керек, мүмкіндік болатын болса фастфуд тамақтарды жеуді кішкене азайту керек. Тамақты мүмкіндігінше ретпенен және тамақтың құрамында клетчатканың болуын қадағалау. Бұл клетчатка дегеніміз кәдімгі өсімдік, былайша айтқанда салат болу керек. Тамақтың құрамында біз мысалы тамақ арқылы қосып жейтін өсімдік тамақтар, былайша айтқанда сол көбірек болу керек. Мүмкіндігінше зиянды заттарды біз тастауымыз керек. Антибиотиктерді химиялық препараттарды мүмкіндігінше сирек ішу. Содан кейін газдалған сусындар. Мүмкін ондай мүмкіндігіміз бар, егер ішпейміз десек, оны ішпейміз да. Осындай жағдайлар. Енді сонымен қатар NL компаниясының бүгінгі айтып отқан детокс флора өнімін ішуге болады. Бұның құрамына кеп тоқтайық. Біріншіден құрамында ромашка бар. Ромашка бұл адамның денесіндегі қабыну процесін тоқтатады. Ромашканың өзінің несі сондай қасиеті бар, қабыну процесін төмендетеді. Сонда бұл көбінесе әйел жынысы органдары қабынған кезде, сонымен цистит кезінде, сонымен қатар асқазан ішек жолдарында гастрит, колит, язва болған кезде ромашканы қолдануға болады. Ромашка сонымен қатар ауыз ойылған кезде қолданылады жергілікті, және асқазан ішек жарасы болған кезде қолданады. Осы жағдай ромашка жайлы айтатын. Одан кейін фенкель бар. Фенкель білесіздер, бұл крупная вода аптекада сатылатын. Фенкель деген бұл ішектің спазмына түйілуін тоқтатады, ішекті босатады, сондықтан ішекті кебуін азайтады, іш кеуіп кетпейді. Көбінесе кишечный коликада фенкель қолданады, крупная вода деп атайды оны. Содан бірге мята бар. Мята бұл жүйке жүйесін тыныштандырады, жүрекке мидың қан айналымын жақсартып, жалпы жүйке жүйесіне әсер ету арқылы ішектің перистальтикасын жақсартады. Ішек кеуіп кетпейді және ішек бір қалыпты жақсы жұмыс істей бастайды. Сонымен қатар патогенный микрофлоралар бар, адамның зиян тигізетін микрофлоралардың көбейіп кетпеуін қадағалайды осы мята арқылы. Сонымен қатар бифидо деген лактобактерия деген бар. Бұл екеуі адамның денесінде кәдімгі көп кездесетін пайдалы микробтар. Соны біз қабылдаған кезде, егерде микрофлора азайып кеткен болатын болса, ішекте соның орнына келіп орналасып, одан кейін ары қарай көбейіп, ішектің ішіндегі микрофлораның дұрыс өсуін қадағалайды. Былайша айтқанда біз өліп қалған немесе азайып қалған лактон және бифидобактерияды біз сырттан қабылдауымызға болады. Как раз осы өнімнің құрамында бар. Оның қызметін айттым, бұл витаминдердің синтезіне қатысады, зат алмасу процесіне қатысады, одан кейін тамақтың қорытылуын, иммунитетке жауап береді. Осындай өнім қалай қабылдаймыз? 2 капсуладан күніне 2 рет, азында кешке 20 күндей қабылдауға болады. Ұзақтығына келетін болсақ, ұзақтығы бұл енді әртүрлі жағдай. Егер сіз антибиотик қабылдаған болсаңыз, мысалы ішіңіз кеуіп, ішіңіз қатып жүретін болса, бұл ұзақ уақыт ішіленеді. Бұл ешқандай зиян емес, бір 10 күн, 20 күн, бір айға дейін ішуге болады. Егер де осы уақыттың ішінде сізде барлығы жақсы болатын болса, ары қарай қабылдамасаңыз болады, тек қана жаңағыдай бір проблема болған кезде ғана. Сондықтан бұл 6 айға дейін, 10 күннен бастап 6 айға дейін қабылдауға болады деп айтар едім. Бұл өнімді өйткені ішектің микрофлорасының қалпына келтіру негізі бұл кішкене ұзақтау процесс.
бұл тек қана сырттан дәрі ішу емес, сонымен қатар жаңағы зиянды факторларды кейде осы именно арақ ішу, темекі шегу, фастфуд тамақтарды азайту деген сияқты сондай зиянды факторларды алып тастағаннан кейін ішек микрофлорасы тез қалпына келеді. Егер де оны жалғастыра беретін болса, ешқашанда микрофлорасы орнына келмейді. Сондықтан осы жаңағы факторларды, зиянды әсер ететін факторларды азайту және осы өнімді қабылдау ұзақтығын қайталап айтамын, бұл жаңағы 10 күннен бастап, бұл 6 айға дейін болуы мүмкін. Бұл сіздің өзіңіздің жеке жағдайыңызға байланысты. Қарсы көрсеткіштер, егер де осы өнімнің жаңағы ромашка, мята, фенкельді айттым, лактобактерия, бифидобактерия, осы өнімдердің біреуіне егер де аллергиялық реакция болатын болса, ішуге болмайды. Бұл негізі БАДы болғаннан кейін 18 жастан жоғары қарай үлкен кісілер ішу керек. Кішкентай балдарға беруге болатын шығар, но бірақ БАДы болғаннан кейін бұл негізі 18 жастан жоғары қарай. Осындай. Одан кейін жүкті әйелдермен емізу әйелдерге болмайды беруге. Тоже жүкті әйелдер жаңағы емізуші әйелдер ішуге болатын шығар, но бірақ негізі инструкциясы бойынша бұл болмайды. Осындай жағдай. Басқа тек қана осы ең главный противопоказание бұл осы жүктілік, емізу және аллергиялық реакция болатын болса. Барлығын түсіндіріп айттым деп ойлаймын. Егер де сұрақ болса сұраңыздар. Бұл өнім негізі 4-ші шаг. Бұл оның алдында мен жаңағы айтып кеттім. Бүйрек жайлы қалай тазалау керек, бауырды қалай тазалау керек және ішекті қалай тазалау керек. Бұл осы өнімді сол 3 өнімнен кейін осы 4-ші шаг, 4-ші өнімді сол 3 өнімнен кейін қабылдасаңыздар болады. Болмаса жеке өзін ол өнімдерді қабылдамайық, ішекте жаңа проблемалар болатын болса, іш кебу, жаңа іш қату, болмаса денеде қышымалар шығатын болса, сол ішектің микрофлорасын кетіру үшін жеке өзін қабылдауға болады. Болмаса жаңа детокс бокс деген бар, кейс, соның құрамында сонымен бірге барлығын 4-еуін бірге қабылдауға болады. Сондықтан бұл сіздің өзіңіздің жағдайыңызға байланысты. Үлкен рахмет, тыңдағандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, жауап беруге тырысамын. Подписка жасаңыз, лайк басыңыздар, егер де ұнаса. Жақсы, рахмет.